Алмаз мектеп бөбекжай балабақша кешені 11 сынып. Сартов Әділхан, жас мобилограф. Менің тақырыбым ұлттық аспаптар шебері, асатаяқ өнерінің жаңғыруы. Мақсаты: асатаяқ аспапты жасау арқылы ағаш өңдеу дағдыларын қалыптастыру және ұлттық қолөнерді жаңғырту. Көне аспаптың үні шебердің қолында. Бүгін біз еңбек пәнінің мұғалімі Берік ағаймен бірге қарапайым ағаштан киелі асатаяқтың қалай жасалатынын көретін боламыз. Берік ағай ағаш өңдеу технологиясының қыр-сырын жетік меңгерген маман. Ол бізге тек ағашты жонуды емес, материалдың қасиетін түсінуді, аспаптың дыбыстық үйлесімін есептеуді және ата-бабамыздан қалған қолөнер мұрасын заманауи дизайнмен ұштастыруды үйретеді. Технолог мұғалімнің шеберлігінің арқасында кәдімгі ағаш кесіндісі жан бітіп, ұлттық музыканың символына айналады. Құлазыған қуағаш жан біткендей, шебер қолы тигенде сән күткендей, көне аспаптың үніне тіл бітіріп, бабалардың аманаты жаңғырғандай. Ашылады өнердің сыр есімі, асатаяқ киелі үн бабасыйы. Әр қоңырау даланың бір есілуі, Берік ағайдың шеберлігі. Болашаққа жалғаған кемелдікті, ағашпенен темірдің үндесуі, тірілткендей тарихи тереңдікті. Ескінің ізі сайрап, жана үнменен, рухани қазынамыз мәңгі ерен. Аспап дене, ал әуен оның жаны, үндескенде тербелер қазақ қаны. Шебер соққан киелі ағаш пен үн, болашақтың таусылмас қазынасы. Көнеден қалған асыл мұра қазынам, жаңғырды міне шебердің мықты қолынан. Асатаяқтың сыңғырлаған әр үні ұлттық рухты биікке қарай қозғаған. Мен мобилограф Әділхан. Бүгін сіздерге ұлттық өнердің құпиясын аштым. Назарларыңызға көп-көп рахмет.